Қымбатты көрермен, күн нұрлы болсын, ал біз осы күні қандай тарихи, елеулі есті оқиғалармен есте қалғанын сіздерге ақпарат қыламыз. Ендеше тарихтағы осы күн айдары. Жыл сайын 17 қаңтарда бүкіл әлемде өнер тапқыш балалар күні аталып өтеді. Бұл күні америкалық мемлекеттік қайраткер, дипломат, ғалым, журналист Бенджамин Франклин туған. Ол 12 жасында алғашқы жұмысы жүзгенде қолға киетін құрылғы ойлап тапқан. Сонымен қатар бүгін шығармашылық және шабыт күні, екеуін бөлек қарастыруға болмайды. Шығармашылық адамдары шабыт келген кезде жұмыстың қалай тез жүретінін біледі. Сондықтан шығармашылық пен шабыт мерекесі бір күні аталып өтеді. Қымбатты көрермен, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін Бәкен Әшімов атындағы Петропавл машина жасау және көлік колледжінің оқытушысы Арман Тілегенұлы қонақта. Қош келдіңіз, Арман мырза. Қалыңыз қалай, таңғы көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, керемет. Жалпы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылды жұмысшылар жылы деп жариялады. Осы орайда колледжде еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша сіздерде 432 студент білім алады екен. Жалпы олар қандай жұмысшы мамандықтары бойынша, қандай жұмысшы мамандықтар бар сіздерде? Жалпы бізде колледжде 13 мамандық бар. Олардың ішінде 6 мамандық жұмысшы мамандарды дайындалады. Олардың ішінде машина жасау, темір жол көлігі, автомобиль көлігі, дәнекерлеу ісі, слесарь ісі және де электрмен жабдықтау. Ал қай мамандыққа қазір сұраныс бар? Сұраныс машина жасау технологиясы, дәнекерлеу ісі және де темір жол көлігі. Өйткені өнеркәсіптерде қазір сұраныс бар. Менің білуімше, студенттер оқу мен жұмыс ұштастыра отыра, сол кәсіп орындарында оқып жүріп жұмыс істей алады екен, е? И осы орайда олар тәжірибеден өткеннен кейін сол жұмыс орнында, сол кәсіп орында жұмыс істеп қала бере ала ма? Олар екінші, үшінші курстан бастап кәсіп орындарда жұмыс істейді. Одан кейін, егер өнеркәсіп оны жұмысқа алса, ол сол орынға да баруға болады. Демек, оқу тамамдағаннан кейін сол оқу кәсіп орында арғарай жұмысын жалғастыра бере алады. Ал жұмыс істемейтін, болмаса жұмыс істегісі келмейтін балалар, оқушылар бар ма? Оларға сіздер жеке бір оқу орнын, жұмыс орнын ұсынасыздар ма? Бізде барлық балалар өндірісті тәжірибені зауыттарда, өнеркәсіптерде өтеді. Барлығы балалар сонда жұмыс істейді, бірақ та солардың ішінде ең үздіктері жалақы алады. Жалақылар қанша? Жалақылары 100-120 мыңдай. Бірақ бірнеше зауыттар 150 мың теңге береді. Жақсы. Бұдан басқа қандай шәкіртақы немесе өтемақылар қарастырылған сіздерде? Колледж, яғни мемлекет, жұмысшы мамандарға оқитын балаларға тамақтану ақысын береді. Одан басқа да өнеркәсіпте тәжірибе өткенде кейбір зауыттар ақысыз тамақтандырады. Ал оқу орнында жалпы жаңа жұмысшы мамандықтары ашылу жоспарда бар ма? Жоспарда серпін бағдарламасымен биыл барлық істер істелінгенде біз оңтүстіктен бірнеше топ баланы аламыз. Демек, 2025 осы жылы сіздерде серпін жобасы қайтадан жандану мүмкін. Өткен жылы болды ма серпін бағдарламасы? Жоқ, биыл ғана болады. Премьер-министр өткен жылдың аяғында Петропавлға келгенде, онда өнеркәсіп өкілдері, білім беру өкілдері болған кездесу. Сол кездесу барысында серпін бағдарламасы туралы сұрақ қойылған. Жалпы қай уақыттан бастап қабылдай бастайсыздар оқушылар, студенттерді? Студенттерді біз маусым айының соңынан қабылдаймыз. Сосын мемлекеттік тапсырыс бойынша комиссия жұмыс істейді. Тамыз айының соңында конкурс грант егерлері тізімі болады.
жаңа айтып кеттіңіз, грант иегерлері қанша грант бөлінеді сіздерге? Әрбір мамандыққа, бір топқа 25 грант беріледі. 25 грант. Ал оқу мерзімі қандай сіздерде? Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. 2 жыл 10 ай. Жақсы. Ал қандай кәсіпорындармен сіздер әріптестік орнаттыңыздар? Бізде көп өнеркәсіптермен жұмыс істейміз. Олардың ішінде ПЗТМ, ЗМО, КМА инжиниринг, Петромаш завод, Киров атындағы завод, Зиксто заводы, Ресей темір жолы. Сіздердің оқу орындарыңызға колледжға түсу үшін 9 сыныптан кейін оқушылар түсе алады, иә? Сол кезде олар емтихан тапсыра ма? Жоқ, олар емтихан тапсырмайды. Олар мектепте емтихан тапсырып, сол аттестатымен бізге келеді. Арман мырза, студиямызға келіп, таңғы уақытыңызды бөлгеніңізге көп рахмет. Жыл сайын жас мамандар, жас жұмысшылар көбейе берсін. Рахмет.